Біздің бүгін зерттеу тәжірибемізде нені көрсетеміз? Қолдағы микробтарды, иә? Біз қолды үнемі қай кезде жуамыз? Кірлеген кезде, сосын тамақтанған кезде, сосын сосын дәретханаға барып келгенде қол жуамыз, иә? Иә, Ахмет? Дұрыс айтады, әне. Өйткені ол біздің кір қолдан микробтар қайда кетеді? Ішке кетеді. Сосын біз не істейміз? Ауырып қаламыз, иә? Сондықтан балалар, қараңдар, бізге керек заттар, қараңдар, иә? Мынау сүлгі, иә? Екі бізге губка керек ыдыс жуатын. Сосын мынау қандай ыдыстар? Пластмасса ыдыс, иә? Сосын су сабын керек, қол жуатын, иә, Ахмет? Сосын қара бұрыш керек. Сосын кішкентай ғана мынандай құты керек бізге сабын жууға. Енді қараңдар, мынау не бізде? Алақан. Мынау алақанымыз. Мысалға, мынау сенің алақаның, ұсташы. Алақанымыз осы кезде таза деп ойлайсыздар ма? Ойнап келдік біз. Алақанымыз таза ма, таза емес па? Таза емес. Ойыннан келдіңдер, далада серуеннен келдіңдер. Қолымыз таза болмайды. Сондықтан, кәне, көрейік. Бірінші, Рамазан, сен мына қолыңды алда, мына құтының ішіндегі суға осылай сал, иә? Кәне, өзің сала ғой. Көреміз қазір, микроб шыға ма екен, шықпай ма екен? Ал, не шықты? Микробтар. Микробтар. Қаншама микроб бар екен, яна ішінде? Қараңдаршы қолдарыңды. Өйткені қолдарың жуылмаған. Кәне, Ахмет, сен сала ғой. Қолда микроб бар ма екен? Көп бар екен, иә? Микробтар қалай көрініп тұр? Аха, сондықтан біз қолымызды үнемі не істеп жүруіміз керек? Жуып жүруіміз керек. Дұрыс, балалар. Енді біз екінші тәжірибе. Ал балалар, біз екінші тәжірибемізді бастайық, иә? Мынау біздің неміз? Алақанымыз, иә? Қара, алақанымыз қандай? Тап-таза, иә? Енді осының ішіне су құяйық. Кәне, кім? Ахмет, құя қойшына суды. Ішіне, Ахмет. Суды құйдық. Енді біз бұл алақанға микроб салайық, иә? Кәне, біз қара бұрышты микроб ретінде сейді. Микробты біз немен кетіреміз? Мана не деп айттым? Немен кетіреміз қолды? Сабынмен жуғанда ғана кетеді, иә? Сондықтан мына құтыға біз сабын құйып алайық. Енді қалай істейміз? Мына бір саусақтарыңды батыңдар осы үшін. Сабынға тигіз. Аха, күте тұр, сен батыр. Енді жақындаңдар да екеуің саусақтарын салыңдар, кәне. Көрдіңдер ма, микроб не істеп жатыр? Былғама. Қашып жатыр, көрдіңдер ма, міне? Көрдіңдер ма? Микробтар алақандарыңнан не істеді? Қасып жатыр. Аха, көрдіңдер ма? Сабынмен кете ме екен микроб? Иә. Микроб кетеді екен. Жақсы балалар. Енді қолға. Сосын үшінші тәжірибе. Ахмет, Рамазан, қараңдар. Біздің мынау екеуінің алақандарын, иә? Қараңдар, екеуінің алақандарын. Алақандарында не бар? Микробтар. Микроб бар. Ал бұл микробты қалай кетіреміз дедім мұны? Сабынмен жуамыз, иә? Енді біз бұны кетіру үшін, мына сенің алақаның, мына сен. Мына тұрған бізде мына не дедім міне? Мен бұлай, міне, сабын делік, иә бұны? Бұны суға батырып, қолымызды жуып көрейік, иә? Екеуіңде сабындарын суға батырып алдыңдар. Енді мына қолдағы микробты қалай кетіреміз? Қараңдар, мен біреуін көрсетейін. Кетіп жатыр ма? Иә. Кәне, кетіре қойыңдар. Ақын, Рамазан. Микробты кетіреміз. Көрдіңдер ма? Сабынмен қалай кетіп жатыр, иә, қолдағы микроб? Әдемі кетіп жатыр ма? Бәрін кетіріп саңдар, кәне. Сосын апайға көрсетеміз бұлай. Экранға көрсетеміз. Кәне, микробтарын жуғаннан кейін жоқ болып кетті, иә? Кәне. Қалай әдемі болды? Қолдағы микроб кетті жуғаннан кейін, иә? Жақсы, онда сау болыңыздар дейміз, иә?